Назарбаевтың қолжаулығы келді. Айына Пробацияның Дарханы, Байқоңыр ауданына қарасты пробацияның Дарханы. Не, митингқа шығады деп қорқып тұрсыңдар ма? Асқар шықпайды, мен шығам митинг. Күзетесіңдер ма ертең? Жоқ. Ертең мен Назарбаевты алып тастайтын күнім. Мен сонда да түсінбеймін, Дархан. Міне, қарашы. Міне, основной жазда бітті мерзімі, да? 3 күнді, қаскелеңде. Мен бітірдім мысалы. Жігіттер айтты, все. Енді бір какой-то анау екінші шешім бар дейді. Жоқ, сіз переговор көрдіңіз. Анау митингке шығып, анау мынау деген. Мен ойлаймын, екі қосалқы шешім болмау керек. Соны былай заңды түрде бүйтіп айтып берші маған. Мен сізге түсіндірдім. Ол основное задание. Жоқ, ондай болмайды ғой. Бірақ шешім болады. Бірақ шешім болады. Дополнительное наказание. Основной Тұр, мынаны. 2 рет адамды наказать етпейді. 2 рет емес, сізді 1 рет наказание етеді. Сіздер енді алдында мен отметкада жүрдім міне. 1 жыл 2 айын түрмеде өткіздім мысалға. Одан кейін 6 ай міне 2 реттен барып отырдым. Ешқайда қатысқан жоқпын, айттым сразу. Қарағанды бастадым, мынау Қаскелеңде бітірдім. Ешқайда бармаймын, ешқайда қатыспаймын міне. 2 реттен келіп отырдым. Енді ол бітті деп отырсыздар, енді сен Дархан мысалға тағы келіп тұрсың маған. Кеше ғана мен пробацияда болдым. Түсіндірдім, айына 1 рет, минимум 1 реттен тексереміз. Минимум 1 рет. Енді мен кеше ғана болдым. Кеше 3 айда 1 дедім. Жоқ, сен кеше 3 айда 1 дедің, енді ақпан айында тексереміз. Басқа жаққа қараңыз. Қарасай базардан көшіп келдіңіз ғой, Алматыдан. Мен сіз по месту жительства тексердім ба? Сіз көшіп келгеннен кейін. Оны не қылып тексересіз? Мен зачем? Жоқ, ол по закону. Мен зачем тексеретін? Мен тексеретін мен кіммін? Сіз бізде учетта тұрасыз, мен сізге айтып. Учетта не істеп тұрады? Қылмыскер ма? Патриоттар қашанғы бітеді? Анау 3 жыл деген қосалқы дегенге мен вообще келіспеймін мысалы. Можете обжаловать в судебном порядке. Соның инструкциясы мынау қай заңға сүйеніп тұрсыңдар, соны айтып берші маған, көрсетіп берші. Ол жоқ қой. Неге патриоттарды сонша қудалайсыңдар? Мен ешқайда бармаймын. Қазақ елінің патриоты. Жұмысымды істеп жүрмін. Жаңа мен жұмысқа кетейін деп жатқанмын. Мәшинелер жоқ. Из-за этого мен бармай қалдым жұмысқа. Бірақ мен сендердің алдыңдарыңда отчет бермеуім керек қой. Ол уже бітті ғой. 1 жыл 6 ай ол бітті ғой. Мен сендерге жұмысқа тұратын отчет беруім керек. Анау жұмысқа тұрғаным туралы 100 сағаттарың бар. Оның бәрі өтелді, оталдың бәрі бітті. Енді қазір мен сендерге подотчетный емеспін ғой. Мен жұмыс істеп жүрмін ба, істемей жүрмін ба? Сіз учетта тұрасыз, мен сізге айттым ғой. Қалай мен подотчет? 3 айда 1 рет келесіз. Мен түсіндірдім ғой сізге алдында келгенде. 1 күн өтпей жатып сен тағы келіп тұрсың мен. Мен кеше ғана болдым. Сіз Беланс келді, Алматыдан, дұрыс па? Мен тексеруім керек. Сіз тұрасыз ба, тұрмайсыз ба, может басқа адрес берген шығарсыз. Мен шетелге кетіп қалсам ше, шетелге барып іздейсің ба мені? Шетелге бармаймын мен. Барасың. Неге зачем онда келесіңдер? Мен айттым ғой, мен ешқайда бармаймын. Америкаға келесіз. Қыдырып бармайсыз ба? Әй, Асқарды сылтаулап қыдырып бармайсыз Америкаға. Америка, Байденға барамыз. Алдында даже мен айттым. Байден жасасын, Назарбаев құрысын. Тыңдашы. Алдында даже мен инспекторларға айттым, айналайындар, мен арақ ішпеймін, темекі тартпаймын, анау тіпті заң аясында мен соттың решениесіне күлкім келеді. Мен арақ ішпейтін адам, мен ресторанға барады екенмін, мысалға. Вообще мен түсінбеймін. Ол судья. Жоқ, білем ғой оны. Оның өзінде. Ондан кейін жүре аласыз, ограничение болған. Ал енді қазір міне, тағы мені іздеп кетіп тұрсың. Мен очқа кеткім Не, қандай құжат алып келдің? Аха. Мен очқа Не құжат алып келдің? Тексеру справку по месту жительства. Тыңда. Мен кетуім керекпін, бағана келіп кетті бастығым. Жоқ, сіз айтасыз, мен кетейін деп жатыр десе, мен келмейтін едім. Басқа жаққа сырт жаққа экскаваторға жұмысқа кетіп қалсам, сол жақтан іздейсіңдер ма не? Жоқ, ол жақтан іздемеймін. Мен түсінбеймін. Сені кім жіберіп отыр? Ешкім жіберген жоқ. Кәрім Мәсімов, Ұйғыр, Қытайдың тыншысы, қазақты құртып отырған, қазақты қазаққа айдап отырған Ұйғыр мен Мебель, Жаман Тоқаев. Жоқ, қайтадан келесіңдер, қайта мазаны аласыңдар, рас айтамын. Заколупали уже с этим Назарбаевым, с Тоқаевым. Мен енді осыдан кейін міне, ақпанның 17-сінде... Сволыштар өңки, елді билеп отырған өңки, сволыштар. Соған дейін мазаны алмашы, Дархан, мен өтініш. Не надо маған қайта келіп, мен үйдемін. Сволочь. Маған андай шешімнің өзімен келіспесе... Достали уже, Назарбаев, сволочь, как настал уже.
қай жерге қойдың? фамилияны салып болды. Так. қазір ютубта жүресің. Назарбаев, кет сволочь, достал уже қазақ елінің патриоттарын құдалап, өңкей орыстарды билет қойып, неше түр кәріс, үнді келімсектер өңкей, диаспоралар келіп, көрдің бе? Қазақты қазақ қайдап қойған. Қазақсың ба өзің? Қазақ. Қазақ. Осыдан кейін қандай қазақсың? Нағыз патриотты жеп шұқып тұрсың. Мен сізді жауып отырмын ба? Мен сізге айттым, келем деп тексеріп келем. Енді осыдан кейін бір айда нетпейсің ғой, иә? Жаңа жылға кейін, иә? Иә. Міне, айтшы, Дархан, шыныңды. Мен бір айда бір рет келем дедім ғой, сізге айттым, бір айда бір рет. Сен 3 айда бірден, 300 жылда бір рет неғып келмейсің? 300 жылда бір рет. 300 жыл апа адам өмір сүрмейді. Біз өмір сүретін, біз мәңгілік. Патриоттар мәңгілік. Назарбаев бір күндік ертең атын өшеміз. Ескерткіштермен бірге. Қайда мен барайын деп асқан жоқпын. Мен саған айттым ғой. Мен айттым ба, мен сөзімде тұрам. Сендер де сөздеріңде тұрыңдар. Мен сізге айттым ғой алдында. Мен сөзімде тұрам. Сіз күн шақырмайын деп дұрыс па? 3 айда бір рет келесіз. Отбасымнан шырқын бұзып алмай. Мен шырқын бұзатқан жоқпын. Мен тамаша білесіңдер, түбінде оның бәрі өтірік екен, оның бәрі менің жүрегім шаншып тұр. Достали мына биліктің қолжаулықтары, достали уже. Жендеттер. Бір жыл 6 айым өтті ғой. Бір жыл 2 айын өткіздім, түрмеде абақтыдамын. И то мен онымен келіспеймін. Жарайды, әсе кепсе бітті. Тек қана Астанаға барсаңыз, если Алматыдан постоянно жүрмейміз ғой біз. Барсаңыз, жай бізге хабарлайсаңыз. Мен ойлағам сонымен бітті бәрі. Енді сізге олар дұрыс. Енді әрине маған тиеді мен кінәлі емес қой мысалға. Ертең Назарбаевқа қарсы мен митингқа шығам. Ұстамаңдар есік алдында мені. Асқар үйде жатады. Мен шығам митингқа. Жарайды.